Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математикалық статистика факультатив сабағына қош келдіңіздер. Мен сіздерге осы пәннен сабақ беремін. Менің аты жөнім Сәуле Жанболатқызы. Ендеше балалар, барлығыңызға сәттілік серік болсын дегім келеді. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сандарды цифрмен жазу деп аталады. Бүгінгі сабақта сіздер сандарды оқу, жазу, салыстыру дағдыларыңызды дамытасыздар. Ауызша қосу мен азайту дағдыларыңызды бекітеміз. Логикалық ойлауларыңызды дамытамыз. Ендеше балалар, барлығымыз мына өлең жолын бірге оқиықшы. Өсеміз біз күліп ойнап, 10 саусақтың саласындай. Өсеміз біз күліп ойнап, бір адамның баласындай. Жарайсыздар балалар. Ендеше балалар, барлығыңыз дәптерлеріңізді ашыңыздар, бүгінгі күннің жадын жазыңыздар, және мына тапсырманы орындап көрейік. Санда неше бірлік, ондық, жүздік бар ойын жаттығуы. Балалар, сіздер 2-ші класстан бері білесіздер сандардың ондығын, жүздігін, бірлігін ажыратуды. Ендеше балалар, мына тапсырмаға назар аударыңыздар. 24 санында неше ондық, неше бірлік бар? 257 санында неше жүздік, неше ондық, неше бірлік бар? 63 санында неше ондық, неше бірлік бар? 652 санында неше ондық, неше жүздік, неше ондық, неше бірлік бар? Сол сияқты 39, 857, 12, 658 сандарында қанша ондық, қанша бірлік бар екенін айта қояйық. Жарайсыздар балалар. Ендеше бірінші тапсырмаға назар аударайық. Мына сандарды бірдей қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып көрсет. Дәптерімізге номері бірінші тапсырма деп жазамыз, номері 1. Содан кейін мына сандарды жазамыз. 12, 18, 20, 24, 32. Осы сандарды бірдей қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып көрсетейік. Мысалы, 12 санын алатын болсақ, 12 саны бірдей қосылғыштардың қосындысы түрінде жазғанда 6 мен 6-ның қосындысы 12-ге тең болады. Яғни бірінші қосылғышта 6, екінші қосылғышта 6 бірдей сан. Сол сияқты 18, 20, 24, 32 сандарын осылайша жазамыз. Келесі тапсырма қандай сан жоқ ойын жаттығуы. Сіздердің алдарыңызда сандар беріліп тұр. Сол сандардың ішінде қалып қойған сандарды тауып, өздеріңіз дәптерге толықтырып жазасыздар. Жарайсыздар балалар. Енді өзіндік жұмысқа назар аударайық. Сандарды жаз дейді. 4 ондық, 2 бірлік. Қандай сан? 42. Жарайсыздар. Ендеше 4 ондық, 2 бірлік 42-ге тең. 40 пен 2-ның қосындысы 42-ге тең. Мысалы деп мен үлгісін көрсеттім. Сол үлгі бойынша осы тапсырмаларды жазамыз. Міне балалар, бүгінгі сабағымызда біздер сандарды оқыдық, жаздық, салыстырдық және қостық, азайттық. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызда сіздер жарайсыздар. Сені бүгінгі қашықтан оқыту сабағын сәтті аяқтауыңмен құттықтаймын. Бүгінгі сабақ саған түсінікті болды ма? Тапсырмаларды орындағанда қандай қиындықтар кездесті? Ендеше келесі сабақты асыға күтеді деп ойлаймын. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.